Уақыт. Достар, тағы да айта кетейін, хабар барысында ақша ұтып алуға болады. Малтабу KZ сайтын сайты атап отырған ақшаны ұтып алуға болады. Егер Малтабу KZ сайтын білмесеңіздер, соны ашып қарап отырыңыздар. Сұрақ соған байланысты болады. Ақша ұтып алуға әбден мүмкін. Студия телефоны 75-72-75, қалааралық коды 71-72. Сұрақтарға жауап тек қана тікелей эфирде қабылданады. Ассалаумағалейкум, қазақ елі, тікелей толқында аграрлық Қазақстан. Микрофон алдында мен Ана Сахатұлы. Мына тажалдың кесірінен көбіміз үйден шыға алмай қалдық, десе де талай пайдалы істер атқарылды. Оның бірі мына Ақмола облысы Ақкөл ауданында кооператив ауыл тұрғындарының әлеуметтік деңгейін көтеруге бағытталған кооператив құрылған болатын. Соның жұмысы туралы бүгін тақырыпты көтереміз. Студия қонақтары осында: Азат ет кооперативінің төрағасы Қуаныш Нұрқиянов және де іскерлікке демеу қорының эксперті, ауылда 13 ауылда үгіт насихат жұмысын жүргізген Абай Әмірқұлұлы Ибраев мырза бізге қонаққа келіп отыр. Қош келдіңіздер деп айтайын. Рахмет. Құрметті қауым, біз тікелей эфирде жұмыс істеп жатырмыз. Студия нөмірі 75-72-75. Хабарласам десеңіздер, онда мархабат. Бүгін Малтабу KZ сайтының атаған шаруадан шарапат бар. Хабарымыздың басы демеушісі ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры. Және де ақша ұтысына қатысам десеңіздер, ұялы телефондарыңызға 5000 теңге салып алам десеңіздер, онда мына бірінші сұраққа жауап беруге дайын болыңыздар. Малтабу KZ сайтының 4 түлік бөлімінде қандай жаңадан қосылған бөлімдерді байқадыңыз? Сол туралы айтып берсеңіз, бұл бірінші сұрағымыз. Жауаптарыңызды тікелей эфирде қабылдайтын боламыз. 75-72-75, қалааралық код 71-72. Тағы да қайталап өтейін сұрақ: Малтабу KZ сайтының 4 түлік бөлімінде қандай жаңадан қосылған бөлімдерді байқадыңыз? Соны айтып беріңіз. Ал, қош келдіңіздер. Әбеке, енді мына кеше үкімет отырысында Самұрық қазына қорының төрағасы Ахметжан Есімов мына Ақмола облысында Ақкөл ауданында осындай кооператив құрдық. Міне алысқа барып керек жоқ, осы жерден үйреніңдер, осы жерде көріңдер, және де барлық өңірлерде жаңағы президентіміз Тоқаев айтқандай 1.700.000 ауыл тұрғындары, яғни үй шаруашылықтарын біріктіру бойынша жұмысты міне осы сияқты модельмен жұмыс істесеңіздер болады деп айтқан болатын. Сіздер үгіт насихат жұмысын жүргіздіңіздер, содан бастайық. Жалпы ауыл тұрғындарының пікірі қандай, қалай болды жұмыстарыңыз? Рахмет. Ауыл пікірлерінің мен сіздерге шет жағасын айтайын. Бұл ұйымдастыру мәселесі өте сондай жақсы өтті деп айта алмайсыз. Неге десеңіз, халықтар әбден шаршаған. Анау айтты, мынау айтты, және де көп азаматтар кезінде совет заманы тарқаған кезде көп кооператив ашамыз деп білгір жас азаматтардың өздері пайларын халықтың алдап алып, жерін де, малын да өздеріне билік, өздеріне жаңағы азаматтар алып, байып алып, жұмыс істеп жатқан жері. Екінші бір жақтары кейбір алаяқтар, олар осындай бағытта жұмыс жүргізіп, барлығын жинап, халықты алдап, ақшаны алып, қалтаға салып қашып кеткендер де бар. Менің естуімше көп ауылдарда жаңағы белгісіз бір шағын несие берем деп, жаңағыдай халықпен жұмыс істеп алдап кеткендер де болды дейді. Рас па сол? Ол рас. Халықпен бастаған кезде жаңа өзіңіз айттыңыз, 13 ауылда жүргіздік. 13 ауылда жүрген кезде барлығы да бір келкі бізді қабылдаған жоқ. Өте қуғандары болды ма сіздерді? Қуғандары да болды, артық сөздер, кейде бір дөрекі сөздерді айтқандары да болды. Бірақ біз сынбадық дейсіз ғой. Әрине, жұмыс бағыт
біреу болды. Біздікі сол ұйымдастыру, өзіміздің ұйымдастыру кооперативтің мәселесін түсіндіру мақсатында жұмыс жүргіздік. Жақсы, енді бізге хабарласқан азамат бар екен. Тікелей эфирге қоссақ. Еркебұлан. Алло, эфирдесіз? Үзіліп кетті-ау деймін, иә. Жақсы, Әбеке, жалғастырайық. Енді мен мынандай сұрағым, мына кеңес дәуірінде өмір сүрдік, білесіз, коллективтендіру деген мәселе болды. Көп адам жаңағы енді ол 90-шы жылдары жекешелендіру өткеннен кейін біреуінің арбасы болса аты жоқ, тракторы болса доңғалағы жоқ, осындай жағдайға жетті ғой. Иә, содан кейін көп халық шаршады, сенімсіздік пайда болды. Иә, осыны сіздер мына жарты жыл үгіт насихат жұмысы барысы кезінде жеңе алдыңыздар ма оны? Біз осы мақсатта жүргізгеннен кейін біз өзіміздің ойымызша халықтың көпшілігі сенді. Неге десеңіз, арасында да өйткені біздің қасымызда жүрген ұйымдасқан осы кооперативке жұмыс жасағанда білікті мамандар болды. Түсіндіруді және де айту мақсатын біз өзіміз сол бірінші жөндеп қойдық. Сондықтан халықтар түсіндіруге бақтық. Әрине болды арасында. Көбінесе мынау совет заманындағы кішкене орта жасқан асқан, 60-тан асқан азаматтар, азаматшалар көптері бізді біраз жерге апарып тастады. Жақсы. Енді біздің халыққа қызмет еткеннен кейін, сізді қуып шықса да, біз қайта кіріп, тағы да түсіндіру жұмысын өткізуіміз керек деп ойлаймын. Бізге хабарласқан тыңдарман бар екен. Алло, эфирдесіз. Алло, эфирдесіз. Саламатсыз ба? Иә, амансыз ба? Сіз қай өңірден хабарласып тұрсыз? Аты жөніңізді айтып кетсеңіз. Ақмола облысы, қай аты жөніңіз, есіміңіз? Қосшауымнан. Жақсы, Төлехан апай, сіз сұраққа жауап бересіз ба? Әлде сұраққа. Яғни сұрақ мынандай, Малтабу KZ сайтының 4 түлік бөлімінде қандай жаңадан қосылған бөлімдерді байқадыңыз? Соны айта кетсеңіз. Жақ. Енді жауабыңыз түсінікті, және де ол жауабыңыз дұрыс деп мен айта аламын. Сондықтан да Төлехан апай, сізді құттықтаймын. 5000 теңге ұтып алдыңыз. Біз хабар соңында қазір Еркебұлан сізге түсіндіріп береді. Нөміріңізді жазып алып, біз ұтысыңызды өзіңізге жібереміз. Рахмет. Құрметті тыңдаушы, бізде Малтабу KZ сайты мына ұтыстан бөлек тағы да қазан айына дейін бір соғымды ойнататын жаңағы хабарландыру берген болатын. Оның шарттарын біз келесі аптада хабарымызда айтатын боламыз. Бір соғымды ұтып алуға болады. Ал енді Қуаныш мырза, Азат ет кооперативін құрдыңыз, соның басшылығында жүрсіз. Жаңағы үгіт насихат жұмысы атқарылды, енді нақты уәдеден нақты жұмысқа көштіңіздер. Қандай кооператив жұмысы қазір бар, қандай қызмет көрсетесіздер, сол туралы айта кетсеңіз. Рахмет. Жақынырақ микрофонға. Ана сағат рұқсат болса, мен қазір кішкене орысша сұраққа. Айтыңыз, ыңғайлы тіліңізде. То, что касается кооперации нашей. На сегодняшний день мы организовали откормочную площадку, приняли более 150 голов бычков на откорм. Дополнительно мы сейчас для населения ввели такую программу, что забираем маточное поголовье вместе с телятами на выпаса. Вот. Но под выпасами мы понимаем не только просто, чтобы там их за ними следить, там будет профессиональный ветеринарный осмотр всего поголовья. Вот. На прошлой неделе прошла диспансеризация, определили, какой скот, здоровье скота, определили категорию животных, которые подлежат лечению, определили животных, которые не подлежат лечению. Жақсы, түсінікті. Енді мынандай нақты сұрақ. Сіздер енді кооперативке бірігіңіздер деп айттыңыздар. Енді уәденің артында не бар деген сұрақта сіздер үлкен бір шаруашылықтың негізінде арнайы жайылымға жер бөліп, қосымша малды бордақылауға орын дайындап қойыпсыздар. Иә. Енді соның шарттары қалай? Мысалы, сіз ауыл тұрғынысыз, болмаса мен ауыл тұрғынымын. Мен үйде бағып келдім осы малымды, ірі қараны.
Енді сіздермен жұмыс істеген уақытта бұл қалай атқарылады? Сол туралы айтып берсеңіз. Қанша төлеймін? Қалай? Ну, в части бычков, в любом случае, каждый, кто хочет сдать, заключается договор. Все идет на договорной основе. Яғни мен малымды сіздерге сеніп тапсырсам, ол мал құдай бетін арғылсын, ауырып қалса, жоғалып қалса, онда кооператив орын толтырып береді. Яғни мен тыныш ұйықтаймын. Жақсы, келесі. Вот. То, что касается услуг, оплаты, за привес получается 300 тенге за килограмм живого веса. Это касательно бычков, откорм бычков. Касательно выпаса маточного поголовья и телят, там получается 1000 тенге за корову, 500 тенге за теленка. Это в месяц. Яғни мен бұқашығымды сіздерге алып келдім, өткіздім. Салмағын өлшеп аласыздар. Өлшеп аламыз. Сонан кейін оны бордақылап болғаннан кейін салмағын тағы өлшейсіздер. Ақшаны қашан төлеймін мен жаңа? Әр тірі салмағына 300 теңге дейсіз. Қашан төлеймін? Басында ма, соңында ма? В самом конце, соңында төлейсіз, қашан алып кетесіз, өзіңіздің бұқашаңызды екінші рет өлшеп, салмағын шығарып, қаншама қосқанын, Қаттырақ микрофон. қанша килограмм қосқанды, соны төлейсіз. Жақсы, ал енді көбінесе енді ауыл тұрғындарына қазір ақша көп деп айта алмаймын. Мысалы тапсырғаннан кейін мен ақшаны бірінші төлеп барып алып кетемін бе, әлде сатқаннан кейін еттің бағасын ақшасын алғаннан кейін барып төлей аламын ба? Төлей аласыз. Біріншіден алып кетіп, келесі күнде ақшаны әкелуге болады. Тамаша, жақсы екен. Құрметті тыңдарман, бізде Мал табу KZ сайтының шаруада шарапат жалғасуда. Екінші сұраққа дайын болыңыздар. Ақша ұтып алам десеңіздер. Сұрақ мынандай: Мал табу KZ сайтында жаңадан қосылған қандай пайдалы сілтемелерді байқадыңыз? Тікелей эфир арқылы жауаптарыңызды қабылдаймыз. 75 72 75. Астана қалааралық коды, Астана Нұр-Сұлтан қаласының қалааралық коды 71 72. Әбеке, енді халық тапсырып жатыр. Алдағы уақытта халықтың қандай үміті бар? Бұл кооперативтен не күтеді халық? Енді жарайды, тапсырып қойды, бұқашығы өсіп жатыр. Енді үйде қора қопсықпен жүріп керегі жоқ. Қол босады. Енді не істейді ары қарай? Кооперативте қандай үміт күтеді? Қосымша мал бола ма? Не болады? Бұл жерде енді сүтті қайтеміз мысалға. Бұл енді бұл жерде көбінесе біз жаңағы жұмыс жүргізіп жатқан кезде бір сұрақтан, бір ұйымдастырған осы біздің басты мақсатымыздан басқа тағы да бір сұрақтар туындай бастады. Туындаған бордақылау алаңына бұқашықтарды өткізсе, екінші біз ұрғашы малдарымызды істейміз. Ұрғашы малдарымыз және сиырларымызды, сүтті қайда жібереміз? Осы сұрақтарда туындалды, екінші сұрақ. Осы мақсатта үшінші сұрақ туындаған, оның бізде кейбір көп кісілер малдарын, мынау малдың шөп, жемдер қымбаттағаннан кейін малдарын өткізіп, малсыз қалғандары болды, кісілер табылды. Ол кісілер мал алғылары келетін үміттерін айтып отыр. Осы мақсатта біз мал асырайық, мынау кооперативтің егерде сондай бір ұйымдастыру бөлімін тағы да бір жандандырса, тағы басқа мақсатта. Осы мал алу. Мал алып, малды өсіріп, бұқашықтарымызды өткізіп, мынау сүт жөнінде тағы да, осы бағытта тағы да бір кооператив ұйымдастырса. Жақсы айттыңыз, біз осыған орай қуанышқа бір жақсы сұрақ бар, бірақ қазір тыңдарман бар екен. Алло. Ассалаумағалейкум. Қай өңірде хабарласып тұрсыз? Аты жөніңіз? Байсерке ауылы. Тамаша, өте жақсы ауыл, ол жерде үлкен шаруашылық бар. Аты жөніңіз? Дәулет мырза, ал сіз сұрақ қоясыз бе, әлде сұраққа жауап бересіз бе? Аха. Тамаша. Құттықтаймын, қанжығаңыз майланған сияқты. Енді Еркебұлан мырза сізге түсіндіріп береді, нөміріңізді жазып алады. Құттықтаймыз. Қуаныш мырза, енді жаңа әбекең айтты ғой, малды сіздер тапсырдық. Бұл сүтті емес, мен түсінуімше. Етті бағыттағы мал сіздерге кетті. Сіздер бағып жатсыздар. Бордақылайтындарды бордақылап жатсыздар. Сүтті, малды не істейміз енді? Қорада тұр ғой, сүт ішуім керек. Оны жоспарларыңыз қандай? Ну, в данном случае у нас есть
видение такое, то, что второй этап развития нашей кооперации, скажем так, да, путем создания молочно-товарной фермы. Мгм. Что подразумевается? Весь скот, который находится, Жақынырақ. Мгм. который находится на личных подворьях, мы, скажем, вот из 4 аулов привлекали скот, не все поголовье мы смогли забрать. Потому что многие населения пользуются дойкой, сами доят, им нужно молоко, они оставляют этот скот у себя. Понятное дело, мы за 30-40 километров каждый день не можем скот гонять, поэтому мы забрали только мясного направления коров и подсосных телят. В части тех дойных коров, которые доят, они остались на территории аула, у сельских жителей, хорост, да, вот, они каждый день выгоняют. Для этих целей мы сейчас разработали такую программу, то, что искусственное осеменение. Всем желающим мы проехали, сделали диспансеризацию, опять-таки, проверили, и теперь проводим искусственное осеменение. Это во-первых. Во-вторых, в дальнейших планах у нас есть создание молочно-товарной фермы на базе аула Азат, и весь скот собрать в качестве паёк от членов кооператива. Тамаша, жақсы. Енді мынандай сұрақ, Қуаныш мырза. Ауыл шаруашылық қаржылай қолдау қорын білесіз ғой? Иә, ол біздің хабарымыздың демеушісі. Менің ойымша бұл өте керемет бір жақсы игі істер атқарып жатқан мекемелердің бірі. Шағын несие беру. Өзіңіз білесіз, 3 миллион теңгеге дейін береді ауыл тұрғындарына. Енді 3 миллион теңгені мен сіздердің Азат ауылының тұрғынымын. 3 миллион теңгені алып сол қорама, сол малды баққаным дұрыс па, әлде алғаннан кейін кооперативке өткізгенім дұрыс па, сіздің ойыңыз? Я считаю, что централизованно надо закупать скот, потому что даже эксперты говорят, скот разный бывает. Много болезней, которые мы не видим. Надо полностью проводить обследование. Поэтому надо централизованно закупать и ставить этот скот под наблюдение врача. Это вот как раз таки про молочную товарную ферму. Там будут специальные телятники, специальное место. Яғни сіздің айтуыңыз бойынша, Әбеке, сізде бір қосылуыңызға болады. Үйде сіздердің концепцияңыз, тұжырымдамаңыздың басты мақсаты ауыл деңгейінде ірі қара малды біз шаруашылықтай баға алмаймыз ғой, солай ғой? Иә. Яғни шаруашылықта жаңағы мал дәрігер қызметін көрсетеді, қолдан ұрықтандыру бар, жем шөбі дайын, барлығы азығы дайын. Бұл жерде ең көп тағы қандай артықшылығы бар? Бұл жерде артықшылығы неде? Мысалға, қолда ұстаған мал, кейбір адамдар өздерінің қаражаттар жетпейді. Мал азығын дайындауда, қысқа да дайындағанда. Мысалға, жемді алады, жемді кейбіреулер жеткісіз салады. Шөпті де нашар, құнарлысы шөпті әкеп береді ақшасына. Ал енді кооперативте онда өздері жарлы мамандар бар, рационын жасайды. Ол бір және де жаңағы шөптердің басқа минералды макро-микро элементті қоспа нелері бар. Ол малдың салмағына жаңағы малға қажет витаминдер бар, соларды береді қосымша. Ауыл жергілікті жерде жеке меншікте ондай жоқ. Ондай өйткені қаражаты жоқ. Ал жаңа сіз айттыңыз, егер жаңағыда келесі кезеңде кооперативтің дамуы жаңағы енді малын тапсырғаннан кейін тағы да үстіне мал алғысы келетіндер болады. Сіздің ойыңызша, жалпы бұл жеке пікіріңіз, кооператив осы жағынан қаржылай қолдау қоры арқылы ма, білмеймін, басқа шағын несие арқылы соны ауыл тұрғындарына қолжетімді қылып, соны алып беріп, соған кепілдік керек болса кепілдемесін беріп, соны кейін мал алып, жаңартып, соны кооперативке қою мүмкіндігі бар ма? Әрине бар, бірақ бұған бұл жерде мемлекетте көмектесу керек. Қай жағынан көмектесу? Қай жағынан, өйткені мемлекет қаржы бөлініп, оның пайызын кооперативтен арзандатып кооператив. Мысалға, қазір шөпті малдарын асырап отқан адамдар кейбір ауыл жерлерде, мысалға, жем шөпті қымбат қалады. Мысалға, 1 тонна бидайыңның анау концентраттарының өздері 60 мыңға шығып кетті. 1 тоннасы? 1 тоннасы. Қуаныш кешіріңіз, сіздерде қаншадан? Біз 20 мыңдан. 20 мың теңге, яғни 3 есе. Иә.
Вот, Сіз кооперативке мал тапсырып, кооперативтен жұмыс істеген азаматтарға иә, тек қана кооперативтің мүшелеріне мүшелері 20 мың теңгеден 20 мың бересіздер. теңге, жемді 20 мың теңгеден, Әдемі, әдемі. шөпті 7 мың теңгемен. Шөпті 7 мың теңгемен. Да. міне айырмашылық қайда жатыр. Ол бір қазіргі нағыз осы тұста халыққа ауылдың қажет осы жұмыс осындай жағдайда. Ол әрине қайда өткізеді? Әрине кооператив өткізеді. Жақсы, құрметті тыңдарман, біз мал табу KZ сайтының ары қарай жаңағы үшінші сұрағын қоямыз. Мұқият тыңдаңыздар. Мал табу KZ сайтында жұмыспен қамту бөлімінде жаңадан нені байқадыңыз? Ауыл шаруашылығында жұмысшы табу Ақкөлде қандай жұмысшы іздестіріліп жатыр? Міне, яғни жұмыспен қамту бөлімінде жаңадан қандай өзгерістер байқадыңыз, және ауыл шаруашылығында жұмысшы табу бөлімінде Ақкөлде, Ақмола облысы Ақкөлде қандай жұмысшы іздестіріліп жатыр? Соны бізге айтып берсеңіз, ақша ұтысына ие боласыз. Жалғастырыңыз. Осы бағытта жаңаға Қуаныш айтып жатыр. Өйткені жаңа жерде малды кооперативке өткізер кезде бұл жерде сүтті бағытта болсын, етті бағытта болсын, малдардың саулығын тілеу. Өйткені оны жаңағы мал дәрігерлер осы жұмысты жүргізу керек. Оны бізде әрине біз сол облыстан алсақ өте жақсы болады. Өйткені эпизодиялық ахуалы белгілі. Ал енді кейбір жақтар басқа облыстардан да естіген біздің таныстарымыз бар, тағы да басқа бір, оларда өткізілуге келетін ойлар туындап жатыр. Олар не істейміз? Әрине бұл жерде ветеринарлық ахуалды жоғарғы деңгейде қою. Жақсы, Қуаныш мырза, сізге сұрақ. Басқа өңірлерден келіп жатыр ма? Тек қана Ақкөл ауданы емес, басқа аудандардан келіп, міне сіздерде осы кооператив бар екен. Енді біз малды, мойнымызға жүк қойылып отырған малды сіздерге тапсырып қойып, басқа да жұмысты істеп, жаңағы кірісімізді еселей беруге жаңағы ниетіміз бар, ынталымыз. Сіздерге мал тапсыруға бола ма деп келгендер болды ма сіздерге? Конечно, обращались и с соседних районов, и обращались даже с других областей ребята. Приезжали, хотели полностью поставить скот. Даже учитывая сейчас тенденцию такую, ребята с Алматы приезжали, звонили и просили: мы если закупим у себя по голове бычков, можете ли вы нам на таких же условиях откормить? Яғни, мысалға қала тұрғындарының қалтасында бір бос жатқан ақша болса, олар банкіге депозит ретінде салса, ауыл тұрғындары қолындағы малды сіздерге тапсырып қойып, кірісті еселеуге болады. Солай ғой? Жақсы, бізге хабарласқан тыңдаушы бар екен. Алло, эфирдесіз? Я, уағалейкум ассалам. Рахмет. Тамаша, әдемі айттыңыз. Рахмет.
Жақсы, рахмет. Мгм. Рахмет, Үржан апай. Бұл Үржан апай біздің тұрақты тыңдарман, оңтүстік өңірден. Я, сұрақ түсінікті ғой, әбеке. Жауап беріңіз. Менің жаңа апамыздың сұрағына жауап. Біріншіден, мен де шетелден мал әкелу мақсатында мен өте үлкен жұмыс жүргізгем. Шетелден әкелінген малдардың көптеріне біз әкелгенмен бір бөлік біз ветеринарлық ахуалдарымыздың көбінде ауруларды кіргізіп алдық. Енді оны менің эфирде тізіп айта бермейін, оны біледі. Біз өзіміздің 4 түлік малымызды өсіруге біз мемлекет тарапынан үлкен көмек жасаса деймін. Неге десеңіз, бізде барлық жағдай бар. Біздің мамандар да бар, бізде мал да бар. Малды біздің мысалға ақбас сиырларымызды неге көбейтпеске? Мемлекет жағына неге қолғана тауып, неге көмектеспеске? Осы мақсатта көп жұмыстар жүргізу керек. Жалғыз ғана қара малдың да бағытында емес, біздің қой бағытында. Оларды қазір көптері малдарды қойлардан пайда жоқ деп өткізіп, сатып, сойып жатыр. Вот сол жағыттарын бізге ұйымдастырып, сол жағына халыққа кішкентай қаражат бөліп, малды өсіру жағдайын жақсарту мақсатты мен сұрайын. Жақсы, сіз енді Абай атамыз сияқты осы тақырыпта бір қара сөз қосып берген сияқтысыз ғой. Әдемі. Қуаныш мырза, қосатыныңыз бар сияқты. Ну да, я хотел добавить то, что... Жаңағы мен сұрайын деген Нұржан апамыздың айтуы бойынша, жаңағы оңтүстікте түйе сатып алып, қазір сол бағытта жұмыс істеп жатыр. Кооперативтеріңізде негізі ірі қарадан басқа қой, жылқы бойынша бағыттар бола ма алдағы уақытта? Құдай бұйырса болатын шығар, бірақ ол келешек мақсатымыз. Келешекте жасайсыздар. Жақсы, мында біздің Facebook желісінде де тікелей эфирден хабарласып жатқандар бар. Болат Зауыт жазып еткен, яғни анас інім дейді, сіңізге сәттілік тілеймін, ауылдағы азаматтарға өте қажетті сұхбат болып жатыр. Ақыл кеңестің орны ерекше ғой, осы кезде көп адамдар ауыл шаруашылығының жағдайын ұмытып қалған еді дейді. Мінекей. Қайрат Секен орыс тілінде жазыпты, енді бұл кісіге де қазақша жазыңыз деген өтінішіміз бар. Бізге хабарласқан азамат бар екен. Алло. Саламатсыз ба, қай өңірден хабарласып тұрсыз? Уақытымыз тығыз, аты жөніңіз. Я, Аманжол, сұраққа жауап бересіз ба, әлде сұрағыңыз бар ма? Өте жақсы сұрақ. Өте жақсы сұрақ. Қысқаша, Қуаныш. Ну, у нас основная цель – это пилотный проект. Мы хотим полностью разработать оптимальную схему, как вывести, увеличить доходность населения. Вопрос кооператива не стоит, чтобы получить какие-то сверхприбыли, что-то еще. Основная цель – это повысить доходность населения. Ең бірінші пайданы халық көру керек. Осының негізінде модель құрайын деп жатсыздар. Вот эту модель мы потом планируем уже масштабировать басқа областарға, уже тиражировать по другим областям. Сосын енді өзім ауыл шаруашылығы маманы болғандықтан өз басым қосып кетер едім мына тыңдарманның сұрағына. Бұл бордақылау алаңы 1000 бастық болғандықтан алыстан ана малды іздеп арбаламай жақын маңдағы ауылдардың өзінен шикізат базасын құру ең басты мақсат. Және де бұл өсімдік шаруашылығын мен айналысқаннан кейін сол сатылып жатқан азынаулақ жаңағы 20.000 теңге болсын, 7.000 теңге болсын, соның өзінде 10%-дай кішкене кірісі бар осы кооперативтің. Себебі өздерінің шығыны бар, соны жауып тұрады. Бұл менің ойымша жеткілікті сияқты. Қосарларыңыз бар ма, құрметті қонақтар? Қысқаша жарты минут. Әбеке, бір үндеуіңіз бар ма? Үндеуім біздің жаңағы апамыз айтқандай, біздің өзіміздің 4 түлік малымызды соны сақадай сайлап, соған жағдай жасап, соны өкіндетсек. Мен қосарым, аманатқа қиянат келтірмеңіздер. Ең бастысы халықтың сеніп тапсырған малын көздің қарашығындай қарап, бағып,
соны аман есен өсіріп кірісін ұлғайта беріңіздер деген менің ниетім бар. Рахмет. Құрметті тыңдарман, енді хабарымыз аяқталуға міне жақын. Үшінші сұраққа ешкім жауап бере алмады. Өкінішке қарай Темірлан деген азаматымыз электронды біз Facebook арқылы жауап берген екен, бірақ тікелей эфирде ғана қабылдаймыз. Малтабу KZ сайтының келесі қазан айына дейін соғым ойнататын боламыз. Келесі хабарда ережелерін сіздерге айтамыз. Сонымен қатар ауыл шаруашылық қаржылай қолдау қоры біздің ең басты демеушіміз. Олар аман болсын. Сіздермен мен келесі кездескенше қош сау болыңыздар демекпін. Эфирімізде әр уақытта сәрсенбі күні болыңыздар.